Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бәсеке, бәйге жайлы ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Ертеде кәдімгі сиыр желден жүйрік болыпты. Жүйрік болғанда төрт аяқтың еш қайсысына жеткізбейді екен. Бірақ тым мақтаншақ болғанға ұқсайды. Күндердің бір күнінде әлгі сиыр арғымаққа жолығады. Сиырда шаруасы жоқ арғымақ өз бетінше шөбін жеп жайыла береді. Сиыр арғымақтың сөзін елемегеніне намыстанып, «Менің кім екенімді білесің бе?» дейді, танауы делдейді. «Мен жер бетіндегі ең жүйрік сиырмын». «Жақсы, жүйрік болсаң бола бер», дейді арғымақ қарсы келмей. «Мен сенен де жүйрікпін», дейді мақтаншақ сиыр. «Нанбасаң жарысайық». Жарысқа аң патшасы арыстанның өзі төреші болады. Жарысатын қашықтықты белгіленеді, екеуі мәре сызығына келіп тұрады. Белгі бергенде ауаны мол жұтып, танауы делдеген сиыр құйрығын көкке шаншып алып, дегенде алға шыға жөнеледі. Сиырды өкшелеп арғымақта келе жатады. Жарыс ұзаққа созылады, ақырында шөлдерін басып сәл тынығуға болатын бұлаққа жақындайды. Арыстан бұлақтың қайда екенін көрсету үшін жол бойына суырды тұрғызып қояды. Бірінші болып жеткен сиыр суырға, «Суыр сасық, су қайда?» дейді. Сиырдың мына дөрекі сөзіне суыр қатты өкпелеп қалады. Содан оған бұлақтың орнына лай суды көрсетеді. Сиыр сасық суды ішіп алып зымырай жөнеледі. Көп кешікпей арғымақ та жетеді. «Суыр сұңқар, суды қайдан ішуге болады?» деп сұрайды. Суыр оған мөлдіреген бұлақты көрсетеді. Өзі мөлдір, өзі салқын бұлақ суын қанып алған арғымақтың бойына ерекше күш бітіп, құстай ұшып зымырайды. Лай су ішкен сиырдың күші азайып, аяғы тәлтіректей бастайды. Ал арғымақ сиырды басып озып, көмбеге бірінші келеді. Сөйтіп, мақтаншақ, дөрекі сиырдың жолы болмайды. Сол кезден бастап, ең жүйрік жануар атынан айырылады. Жай ғана шалғында жайылып жүретін болады. Достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаны сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.